Günlerini kütüp aldık, ağır pahotalar ötüp, men yarım gün ötüp gitti, жеңүү günlerin kütüp. Bugün bayram bütün ilde, jirde tınışılık yazı, yüreklerde яңа жырының толып ташыған шағы. Бүгін бәйрәм бүтін илде, жерде тынышылық язы, йөрәкләрдә яңа жырының толып ташыған шағы. Мы сегодня собрались для открытия памятника, посвященного победе в Великой Отечественной войне в деревне Абдулино. В рамках проекта «Единая Россия. Реальные дела» стоимостью 147 тысяч рублей и спонсорской помощи Путылина Алексея Анатольевича, ООО имени Разиля Мусина в лице Саидгалиева Зевката Исламовича, также старосты села Верхнеманчарова и жителей, мы сегодня открываем памятник участникам Великой Отечественной войны. Как уже сказали, из нашего села 180 человек ушли на фронт, из них живыми вернулись 92 человека и 88 человек пали на полях сражений. Этот памятник символизирует вечную память воинам-односельчанам, которые приблизили час победы. Вечная им слава! Соғышта қатнашқан соңғы кішілер өліп біттілер. Ең соңғы болып Тимирхан абай өлді, онан алды Хамит абай. Біздің орада екі приравненный кіші бар. Бірісі Нәсим апа, екіншісі Фанис абай. Бұларны особо құтлап кетейік. Бұлар ғұмыр бойы фронтта шырадылар. Ғұмыр бойы колхозда, ауылда өздерінің бүтін тазалығын беріп шырадылар. Бүгінгі күнде мына шошындай мотор хайкал ашуда олар участвует еттілер, ikisi de. Яугерлерні қаршы алды, қылаш жайып туған жері, етім бала тұл қатынның көз ешінде сағыш зары. Бүгін бәйрәм бүтін илде, жерде тынышылық язы, йөрәкләрдә яңа жырының толып ташыған шағы. Бүгін бәйрәм бүтін илде, жерде тынышылық язы, йөрәкләрдә яңа жырының толып ташыған шағы. Өзіміздің ауыл средствосына шушы памятник heykəlini түзілді. Бұл heykel әлігі күнде түзіліп бітмеген, мұның азақ қырыларында işləsi бар, шаққына eğlendirəsi bizdə var, işimiz var, жиылған ақшаларымыз бар, расходларını қопладығыз, жаңадан жиылғандары біле дәрсіде шушы işlər бізде. Келді жеңу, келді шатлық, орта қалды дәхшәт соғыш, хәтерләсін аны бәйрәм, инде күптән таныштырмаш. Бүген бәйрәм бүтін илде, жерде тынышлық язы, йөрәкләрдә яңа жырының толып ташыған шағы. Бүген бәйрәм бүтін илде, жерде тынышлық язы, йөрәкләрдә яңа жырының толып ташыған шағы.